Казчес Фредум Брокер компаниясының және Фредум Шапағат корпоративтік қорының қолдауымен еліміздің 7 аймағындағы 7 базалық мектепке шахмат сынып ашылған. Сондай сыныптардың бірі бүгін қаламыздағы Абай атындағы 3 тілде оқытатын дарынды балаларға арналған мектепте ашылды. Шахмат пәнін бүгінде еліміздің 7 облысында 42 мектепте бастауыш сынып мұғалімдері оқытады. Оқуға 1000-нан астам бірінші сынып оқушылары қамтылған. 2024-2025 жаңа оқу жылында жобадағы мектептердің саны 350-ге дейін қамту жоспарлану үстінде. Шахмат сыныбын ашу үшін Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігінің ресми елшісі Сергей Цирульников арнайы қатысты. Сегодня был открыт класс, шахматный класс в прекрасной школе Абай города Кызылорды. Бүгін біз Қызылорда қаласындағы керемет мектептердің бірі Абай атындағы мектепке келдік. Бұл мектепте керемет жаңалықтардың бірі шахмат сыныбының ашылуы. Мектептер ішінде шахмат сыныбын ашу менің ойымша дұрыс деп ойлаймын. Себебі шахмат ойыны балаларды алғырлыққа, ойлау қабілетін арттыруға көмектеседі. Мектептерде сабақтардан бөлек осындай сыныптық өзгешеліктер болса, балалар үшін зерікпейтін бір дүние деуге болады. Мен бұл жобаны мақұлдаймын. Бұл класты біз Қазақстан шахмат федерациясы түгелімен жабдықтап, инвентармен, бәрімен қойып жатырмыз. Бүгін осындай үлкен Қызылорда қаласында үлкен осындай іс-шара жүріп жатыр. Біздің қазіргі Қазақстан шахмат федерациясының үлкен мақсаты балаларды осы шахматқа баулу. Балалардың неғұрлым көп бала қатысса, біздің жаңағы балдарымыздың өсу жолы жақсы болады деп ойлаймын. Пилоттық жобаның негізгі мақсаттарының бірі Қазақстан Республикасында шахматты дамытудың 2023-2027 жылдарға арналған кешенді жоспарына сәйкес бастауыш сынып оқушыларын шахмат спортына баулып жақсы нәтижеге жеткізу. Бізде осы мектепте 4000-нан аса оқушы білім алғанмен, бізде осы бастауыш сынып оқушыларынан бізде көптеп оқушылар осы шахматқа тартылуда. Бізде арнайы осы бастауыш сынып мұғалімдері осы шахмат үйірмесін жүргізіп отырады. Жалғыз бастауыш сынып емес, жоғары сынып оқушылары да осы шахматқа қызығушылығын арттырып, мұғалімдер тарапынан, басқа жоғарғы осы шахмат федерациясы тарапынан түрлі жарыстар өткізіліп, сол жарыстардан жүлделі орындар алуда. Шахмат сыныбын ашу жобасы облысымыздағы 5 мектеп пен 2 ауданда қолға алынған. Аружан Серікбай, Айдос Исаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.